Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Beyond және Connected. Сонымен қатар сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жемісбек Тілназ. Біздің бүгінгі сабағымыз ойын-сауыққа арналған сервистер және сабаққа арналған сервистерді қарастыру. Ойын-сауыққа арналған қандай танымал сервистер бар деген сұрақ туындайды. Бұл бізде Кинопоиск, киноорды іздеуге арналған сервис, Duolingo, шет тілдерін үйренуге арналған сервис, YouTube болып табылады. Енді біз осы сервистерді браузерді ашып қарастырайық. Әрине сіздер браузер ретінде Яндекс, Google Chrome, тағы да басқаларды қолдана аласыздар. Кейін іздестіру жолаққа Кинопоиск деп жазсақ, мұнда біздің іздестіру нәтижелеріміз шығады. Кейін Кинопоиск дегенге кіреміз. Және де Кинопоисктің басты бетінде сіздерге керек киноны тауып көрсеңіздер болады. Келесі кезекте біз Duolingo бағдарламасын қарастырамыз. Duolingoның телефонға арналған бағдарламасы да бар. Duolingoны да біз іздестіру жолаққа жазып, кейін duolingo.com деп тұрған сайтқа кіреміз. Мұнда сіздер электрондық почта арқылы тіркелесіздер және де бастау батырмасын басасыздар. Кейін керек тілді таңдап, оны үйренсеңіздер болады. Келесі кезекте бәрімізге таныс YouTube бағдарламасын қарастырамыз. YouTube бағдарламасы бізде Google компаниясы ұсынатын сервис болып табылады. YouTube-та сіздер Google аккаунт бойынша кіріп, керек видеоны, яғни бейне жазбаны смотреть позжыға немесе лайк басу арқылы понравившийся санатына сақтап қойсаңыздар болады. Немесе создать, яғни жасау деген батырмаға баса отырып, өздеріңіздің видеоларыңызды жүктесеңіздер болады. Келесі кезекте біз оқуға арналған платформаларды қарастырамыз. Оның ішінде Bilimwend.kz, Beyond және Coursera, сондай-ақ Twig білім. Bilimwend бәрімізге таныс шығар. Bilimwend'да сіздер өздеріңіздің мектептегі бағдарлама бойынша сабақтарыңызды өте аласыздар. Және Bilimwend'ға сіздер тіркелу қажетсіздер. Мұнда керек тілді таңдайсыздар, және де керек сабақты таңдайсыздар. Енді біз Beyond платформасына кірейік. Beyond сіздерге арналған бірнеше мүмкіншіліктер бар. Ол бізде мектеп, яғни мектеп бағдарламасы сай тақырыптарды өту, дегенмен ол орыс тілінде қазір жүріп жатыр. Вики, яғни Википедиясы сіздерге керек ақпараттарды таба аласыздар. Мысалы айтақ, университетке қалай түсуге болады, және де тағы да басқалар. Блогта сіздерге қызықты мақалаларды оқып білсеңіздер болады. Қазақ тілінде және орыс тілінде бар. Сондай-ақ Beyond пән олимпиадаларына дайындалу қарастырып жатыр. Яғни сіздер қауымдастықтар деген санатқа кірсеңіздер, мұнда керек пәнді таңдап, яғни химия, физика, география, биология, математика. Керек пәнді таңдап, мысалы айтақ химия. Химия қауымдастығына өту деген батырма басу арқылы сіздер химия қауымдастығының парақшасын ашасыздар, және де мұнда сіздер өздеріңіз толғандырып жүрген сұрақтарды қойып, ол сұрақтарға жауап аласыздар. Және де олимпиадаларға керек ресурстарды, ақпараттарды осы жерден ала аласыздар. Тағы қарастыратын біздің келесі тақырыбымыз бұл әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілер ермектері бірдей адамдардың интернетте бірігетін қоғамдастық сайттары. Осы сайттарда адамдар жедел түрде мәліметтермен алмасады және достар табады. Бірақ осы сайттар арқылы тек қатынасып қана қоймай, адамдар музыка, видео іздеуі де мүмкін. Әлеуметтік желілерге біз ВКонтакте, Facebook, Instagram және Twitter'ды жатқызамыз. ВКонтакте мен Facebook'ты бірдей болып келеді. Instagram'да өздеріңіз білетіндей тек суреттер мен видеоларды көрсек болады. Twitter бұл ВКонтакте мен Facebook'қа ұқсас әлеуметтік желі. Яғни сіздер телефондарыңызда осы әлеуметтік желілерді қолданып жүрсеңіздер, оны ноутбуктерде де ашуға болады. Ол үшін браузерға кіріп, керек әлеуметтік желінің жазу керек. Мысалы айтақ, ВКонтакте. Іздестіру жолаққа ВКонтакте деп жазамыз. Немесе vk.com.
Кейін сіздің мұнда парақшаңыз ашылады, ол үшін сіздер логин бойынша және пароль бойынша кіресіздер. Тура солай Instagram, Facebook, Twitterде де. Осымен біздің сабағымыз тамам. Сіздерге оқуға арналған және де ойын-сауыққа арналған сервистер өте пайдалы деген ойдамын. Сіздер осы парақшаларды ашып, көріп шығыңыздар міндетті түрде. Сұрақтарыңыз болса, комментария тастап кетіңіздер, мен ол сұрақтарға жауап беремін. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаймын.